Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз есту, көру, сөйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы, патологиясы әнінен дәріс сабағы. Дәрістің тақырыбы көру анализаторының патологиясы. Қаралатын мәселе. Бірінші қаралатын мәселеміз мөлдір қабық патологиясы, екінші қаралатын көз бұршақтың патологиясы және үшінші көздің патологиясы глаукома. Көру заттардың ішкі құрылысы мен олардың кеңістікте орналасуы туралы ақпарат беретін қабылдау мүшелерінің бірі. Әсіресе көздің жақсы көруі балалар үшін маңызды. Себебі көру өткірлігінің қандай да болсын бұзылысы баланың толыққанды дамуына кері әсер етеді. Сонымен бірінші мөлдір қабықтың ауытқулары туралы кішкене мәлімет беріп өтетін болатын болсам, мөлдір қабықтың дамуының ауытқулары сан алуан сипатта болуы мүмкін. Мұндай ауытқулардың екі тобы ұшырасады. Бірінші мөлдір қабық пішіні мен көлемінің ауытқуы, екінші мөлдір қабықтың мөлдірлігінің туа біткен өзгерістері. Бірінші топқа кіші мөлдір қабықты, сондай-ақ кератоконус пен кероглобусты жатқызады. Мөлдір қабық пішіні ауытқуында көбіне көру өткірлігі төмендеп, дұрыс емес астигматизм пайда болады. Көру өткірлігін көзілдірікпен түзету арқылы арттырады. Қатты контактілі линзалар көбірек тиімді болып табылады. Егер түзету мүмкін болмаса, мысалы айқын кератоконус кезінде онда пластикалық ота жасайды. Мөлдір қабықтың туа біткен мөлдірсіздігі ананың сырқаттауына байланысты. Эмбриогенез бұзылысы нәтижесінде болып табылады. Мөлдірсіздіктің әдетте диффузды сипатта болады, ортада терең орналасады. Оның үстінде эпителий тегіс әрі жылтыр. Бала өскен сайын мөлдірсіздік азаюы немесе толық жойылып кетуі мүмкін. Сондықтан мөлдір қабықты күшті қоректендіре отыру арқылы консервативті емі ғана қолданады. Егер бала 3 жастан асқан соң мөлдірсіздік жойылып кетпесе, онда пластикалық ота жасалынады. Келесі көз патологиясына кератиттер. Кератиттер барлық көз ауруларының шамамен 10%-ын құрайды. Әдетте ол медициналық қызметкерлердің ғана емес, айналадағы адамдардың да әдеттегі қарауында оңай байқалады. Бұл қабыну ауруларында мөлдір қабықтың барлық қасиеттерінің негізінен мөлдірлігі мен айналылығының өзгеруіне байланысты болады. Әдетте науқастар осы кератиттермен ауыратын науқастар жарықтан қорғануға, блефароспазмаға, көзден жас ағуына, көзде бөгде зат тұрғандай сезінуге, көбіне ауырсынуға шағымданады. Сондай-ақ мөлдір қабықтағы патологиялық процестерде тамырлар пайда болуы мүмкін. Олар ағаш тәрізді бұтақталып, өзара қосылып кетеді. Тамырлардың пайда болуы бір жағынан қорғану актісі болып табылады. Себебі ол инфильтраттың сорылуына әкеледі. Бірақ екінші жағынан мөлдір қабықтың мөлдірлігінің төмендеуі көрудің нашарлауына әкеліп соғады. Көзбұршақ патологиясы. Көзбұршақтың кез келген мөлдірсізденуін катаракта деп атайды. Барлық катаракталар туа біткен және жүре пайда болып бөлінеді. Туа біткен катаракталар түрлі сипатта болуы мүмкін. Сондай-ақ катаракталардың орнығуы және көру өткірлігі дәрежесіне қарай бөлінеді. Туа біткен катаракталар көздің туа біткен өзгерістерінің 60%-ын құрайды. Бүйірден жарық түсіргенде немесе биомикроскопияда қарашық ортасынан диаметрі 2 мм-ге дейін ақ немесе сұр таңба байқалады. Бұл полярлы катаракта. Әдетте екі жақты болады да көру өткірлігіне әсер етпейді. Туа біткен диффузды катаракта көзбұршақтың әжептәуір мөлдірсізденуімен және көру өткірлігінің төмендеуімен сипатталады. Мұндай катаракталарға барынша ертерек ота жасаған жөн. Катарактаның қандай да бір түрі көзбұршақтың патология туындайтын даму кезеңіне байланысты болады.
мына бейнеде ойбой катаракта. Келесі көз патологиясына тоқталатын болатын болсақ, глаукома. Глаукомамен ауыру барлық көз ауруларына қатысты алғанда шамамен 5%-ды қамтиды. Глаукома көбіне 40-45 жастан асқан адамдарда жиі кездеседі. Глаукоманың алғашқы әрі басты белгісі сынап бағанасының 5 мм жоғары, сынап бағанасының 27 мм офтальмотонусының болуы болып табылады. Екінші белгісі көру функциясының өзгеруі, көру аумағының тарылуы және көбіне көру өткірлігінің төмендеуі болып табылады. Ал глаукоманың үшінші айқын белгісі көру жүйкесі дискісінің экскавациясы болып табылады. Ол кеңею салдарынан оның кейінгі сатыларына дамиды. Глаукоманың белгісі бойынша мына бейнелерде көрсетіліп отыр. Екінші реттік глаукома деп түрлі көз ауруларынан тек бір ғана ортақ симптомы бар көз ішінің қан қысымының көтерілуі болатын тобын атайды. Екінші реттік глаукома көз қабыршаларында экзогенді және эндогенді қабыну процестеріне байланысты туындауы мүмкін. Туа біткен глаукома білінбейтін ағымымен сипатталады. Оның белгілері мөлдір қабықтың мөлдірсізденуі, алдыңғы камераның тереңдеуі, қарашықтың ұлғаюы және оның жарыққа реакциясының баяулауы болып табылады. Осы глаукома бойынша жоғарғы офтальмотонус кезінде әдетте бірінші кезекте көздің алдыңғы бөлігі өзгереді. Алдыңғы цилиарлы артериялардың сәл кеңеюі байқалады. Ал қабықтың сыртқы бөлігі тартылған көкшіл түсті лемп, кеңейген мөлдір қабық біршама ұлғайған. Туа біткен глаукома әдетте 5 жыл дамиды. Туа біткен глаукома хирургиялық жолмен емделеді. Бүгінгі біздің өтіп жатқан сабағымыз көз мүшелерінің патологиясы туралы тоқталып өттім. Тақырыпқа байланысты бақылау сұрақтары беріліп отыр және әдебиеттер. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.